Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен экспресс бауырсақ, яғни жылдам дайындалатын бауырсақ дайындайтын боламыз. Бұның ерекшелігі аяқ астынан қонақ келіп қалғанда немесе бір жаққа сығып тұрғанда қамырын тез илеп, бірдемнің ішінде пісіріп ала салатын боласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюға кеңес беремін. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бөлме температурасынан сәл жылырақ суға 1 шай қасық тұзды салып, тұз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Менде бұл жерде ұнның көлемі шамамен 800 граммдай. Осы ұнды алдын ала електен өткіземіз және үстінен жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ас содасының мөлшерін ұнның мөлшеріне қарай салатын боласыздар, бірақ та салған кезде абай болыңыздар. Егер де ас содасын көп салатын болсаңыздар, дайын өнімде дәмі қатты білінетін болады. Ал енді осының ұнның ортасын сәл ашып, 2 шай қасық қант саламыз және де 2-3 ас қасықтай майонез саламыз. Болмаса сұйық май қоссаңыздар да болады. Осының үстіне суымызды аз-аздан құйып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды қатты қылып илеп қоймаңыздар, жұмсақ етіп илеп, шамамен 10-15 минутқа тындыратын боламыз. Міндетті түрде ыдыстың бетін жабыңыздар, немесе дайын қамырды пакетке салып қойыңыздар, кеуіп қалмауы қажет. Қамырымыз 15 минут тұрып тынды. Енді дастарханға сәл ұн сеуіп, соның үстіне нанды саламыз және оқтаудың көмегімен жұқалап жаятын боламыз. Нанды жайғанда тым қалың да, тым жұқа да етіп жібермеңіздер. Орташа қалыңдықта жайсаңыздар болады. Жайғанға ыңғайлы болу үшін алдымен домалақ форма беріп қолмен жайып аламыз. Одан кейін ұн сеуіп отырып оқтаудың көмегімен осылай жаямыз. Қамырымыз жайылып, кесуге дайын. Мен 4 бұрышты бауырсақ жасаймын. Сіздер қалауларыңызша домалақ бауырсақ жасасаңыздар да болады. Алдымен барлығын кесіп аламыз. Осы уақыт аралығында сіздерде табада сұйық майларыңыз қызып тұруы қажет. Қызған майдың үстіне отын орташа етіп жағамыз. Бауырсақтарымызды салып, екі жағынан әдемі қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің жылдам дайындалатын әрі жұмсақ дәмді болып шығатын экспресс бауырсақтарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса төменде пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі видеоға дейін сау болыңыздар.